Өжет достар. Жаз мезгілі, күн өте ыстық. Бір күні көшіктің жанында құмның үстінде бір аппақ жұмыртқа жатыр екен. Тал түс болғанда жұмыртқа тырсылдап жарыла бастайды. Ішінен кішкентай сап-сары балапан шығады. Өзі өте нәзік, сүйкімді екен. Шыға салып шиқылдай бастайды. Бұны көлдің шетінен бақылап тұрған бақа әлгі балапанға аң-таң болып қарайды. Бұл қайдан шыққан өзі дейді. Бұл қандай тіршілік? Жануар ма, құс па дейді. Балапанды бірінші рет көрген бақа ұзақ қарайды. Бұл маған мүлдем ұқсамайды ғой, деп ойлайды. Басқа масана келіп, сен кімсің? деп сұрайды. Балапан, мен білмеймін, деп күлімжіп жауап береді. Балапан бақаға қарап, ал сен кімсің? дейді. Мен бақамын, деп жауап береді бақа. Балапан шиқылдап азық сұрайды. Бақа көшіктен ұсақ жәндіктерді тауып азықтандырады. Бақа балапанға, сенің анаң қайда? дейді. Балапан, білмеймін, дейді. Сен өзіңді білмесең, бәлкім суға қарап өзіңді танитын шығарсың, дейді. Басқа балапандарды суға ертіп әкеліп өзін көрсетеді. Балапан ұзақ қарап, жоқ, кім екенімді білмеймін, деп өкінішпен жауап береді. Балапан бақаға ұқсамайтынына қатты таңданады.